қазақ тілі өлеңін айтып жіберейік. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, абай мұхтар сөйлеген дана тілім, қастерлейді ұл қызым мәңгі сені, болашағым бақытым дара тілім. Жақсы, сұрағандар. Бүгін кім жоқ класста? Мырзаханова Жанар. Мырзаханова. Ондай болса, балалар алдыңғы сабақта үйге қандай тапсырма берілді? Кәне кім айтады? Бізге алдыңғы сабақта тұтқын баланы Қызыл жебе романына үзінді тұтқын баланы оқу және шығарма жазып беру. Жақсы, шығарма жазып берді ме? Иә. Ондай болса, ақын. Шығармаларды жазып кетсіңдер, жақсы шығарма жазу жұмыстары. Енді сендерге үй тапсырмасы ретінде алдына тұтқын баланы естеріңде болса 3 сағатқа бөліп оқыдық. Үстіне тұтқын бала негізі программа бойынша, бағдарлама бойынша 3 сағатқа белгіленген екен. Екінші сағатында 6-7 тарауларын оқыдық, 3-ші тарауда бола тұрар деп, жалпы сол үзіндіге тоқталып кеттік. Олай болса, сол үзіндіден бүгін үй тапсырмасы ретінде сендерден бәрін оқып келіңдер деген соған байланысты сұрақтар қойып жіберейін. Кәнеки сол тұтқын бала романы кім туралы жазылған екен? Және ол шығарманың арқауы не жайында баяндалады? Жазушы Шерхан Мұртазаның бұл тұтқын бала әңгімесі Тұрар Рысқұлов туралы Қызыл жебе романынан үзінді. Жазушы Шерхан Мұртаза романдарының арқауы өмір материалдары, тарихи шындық. Жақсы. Ал Шерхан Мұртазаның романында жалпы енді қандай тұлға жайында әңгіме болады? Кім туралы? Ол қазақтың қандай ырғылар ұлы екенін кім біледі? Сөне? Бұл үзіндіде жасөспірім Тұрар жайлы сөз болады. Шығармада сол бір алғыр қайсар баланың тағдыры мен одан қашып шығып бүркеніш атпен мерекеде мектеп-интернатта оқыған кездері баяндалады. Сол отыра ғой. Жақсы дайындықтарың. Ал үшінші сұрағым сол Тұрар Рысқұлов жайында. Шерхан Мұртазаның жазған тағы да қандай шығармаларын біз өзіміз сабақтан оқыдық. Және өзім таныстырып кеттім, сабақ кезінде сол шығармалармен кәнекім айтып жіберді. Ясырым? Тұрар Рысқұлов жайлы Шерхан Мұртазаның Жұлдызды көпір романы мен Сталинге хатты драмалары бар. Өзің оқыдың ба сол Сталинге хатты драмасын? Қашан оқыдың? Үйде? Ал сол Сталинге хатты драмасын сенен басқа бірақ сен оқыпсың. Басқа соның мазмұнын түсіндіріп айтатын адам бар ма араларында? Сталинге хатты драмасын оқығандары. Бәрі сенің сұлып отырып отырсыңдар, е? Шерхан Мұртазаның Сталинге хатты драмасында 1920-1950 жылдар аралығында қазақтың көптеген зиялы қауыммен бірге жеке басты табынудың салдарынан тұрарда жазғыш жазаға ұшыраған. Сол бір қаралы оқиғалар ашаршылыққа ұшыраған халқын арашалауға ұмтылған Тұрар Рысқұловтың бейнесі жасалған. Жақсы отыра ғой, оқығаны көрініп тұрмын екенмін ауызың. Жақсы сенімді қол көтеріп отыр, жақсы қол көтерсің, өзінде бір сенімділік байқатты. Ал сол Шерхан Мұртазаның сол еңбектерінде, Сталинге хат еңбегі болсын, және де басқа еңбектерін қандай жазушылар өзінің позициясы тұрғысынан алып қарағанда соны пайдаланды? Қандай жазушылар немесе қандай мысалы кинода болар туралы түсірілген? Айта ғой. Жазушы Мұхтар Әуезовте драматургтер Қысқақов пен Әкім Таразиде Таң қараңғысы асуда атылған оқ кинофильмнің режиссері Сычанчиевте
Ол фактілерді өз қырынан шешкен. Жақсы. Яғни, режиссерларға бар екен тек қана жазушылар емес оның арасында, е? Ал келесі қоятын сұрағым, осы оққан өзіңіздегі негізгі назар аудартарлық эпизодтарды кім атап береді маған? Осы тұтқын романы эпизодтар. Нақты кетті маған жауап. Нақты эпизодтарды кім атап береді маған? Егер Осы сөйлеген негізгі назар аудартарлық эпизодтар: бірінші, Приходько мырзаға арыз, оның орындалуы; екінші, Тұрардың санасын оятқан түрме сабағы; үшінші, әке мен бала сүйіспеншілігі; төртінші, әкені алыс сапарға шығарып салу. Енді балалар, сол Тұрар Рысқұловтың «Тұтқын бала» романын біз екі бөлімге бөліп оқыдық естеріңде болса. Сол екі бөлімнің бірінші бөлімнің тақырыбын және соған қандай бөлімшелерге бөлдік, соны кім түсіндіріп маған айтып бере алады? Басқа қолы тұрып ешкім жоқ па? Сендер оқымадыңдар ма? Иә, бағана айта ғой. Мазмұны құрылысы жағынан үзіндідегі бірінші бөлімге Тұрардың тұрақты түрме қожасы гимназист Аркаша деп тақырып қойылды. Шығарманың осы бөлімі бөлімшелерге бөлінді, жоспарына лайық тақырыпқа берілді, жоспар жасалды. Тұрардың тұрағы түрме қожасы гимназист Аркаша. Бірінші, Приходькоға Рысқұл разы; екінші, Аркашаның есірік мінезі; үшінші, Тұрар Приходько өсиетін бұзды; төртінші, Тұрардың арманы оқу; бесінші, саяси тұтқындармен Тұрар таныстығының басы; алтыншы, әкелі баланың айырылысуы; жетінші, Приходьконың қателігі. Жақсы. Бәрін санамалап тұрып айтып берді. Не деген? Несі есте сақтау қабілеті балаларының өте жақсылығын осы жерден қайтеміз? Аңғарамыз дейміз. Жақсы. Ал екінші бөлімге не деп атпай бедік? Екінші бөлімге бөлімшелерге бөлдік қой жерге. Тағы басқа. Мазмұны құрылысы жағынан екінші бөлімге Тұрар Жаралы Арыстанның баласы деп тақырып қойдық. Бұл бөлімдегі негізгі қамтылатын эпизодтар мыналар: бірінші, Тұрардың бүркен шартпен мектепке алынуы; екінші, Тұрардың Меккедегі өмірі; үшінші, Аспара қызыл жебе сөздерінің мағынасы; төртінші, тақтаға шыққан Тұрар мен атамырза екі әрекет, екі мінез; бесінші, Семашко мырзаға Тұрардың ұнауы; Тұрардың Семашко мырзаға әрі тілмаш, әрі писар болуы; алтыншы, Дерменде туған тышқанның баласы дүбірден қорықпайды; ал жетінші, қызыл жебенің Иван Владимировичпен қоштасар сәті. Жақсы. Мен және бұл тоқталмай әлбек кішкен тоқталмай кетті, және бір нақты жерлері бар еді. Соны кім тоқтырып жүреді? Мен байқап тұрмын, нақты жерлері. Кім байқады соны менен басқа? Есте? Иә, осы екінші бөлімге Тұрар Жаралы Арыстанның баласы деген тақырып қойылды. Бөлімдерге бөлінді. Мағынасына лайық тақырыптар берілді. Олар бұлай: екінші бөлім Тұрар Жаралы Арыстанның баласы; бірінші, Тұрар нағашы жұртында; екінші, Тұрар Қырғызбаев орысша, қазақша, орысша, мұсылманша мектеп оқушысы; үшінші, Тұрар зерек әрі сауатты оқушы; төртінші, Тұрар тілмаш әрі писар; бесінші, Дерменде туған тышқанның баласы дүрсілден қорықпайды. Өте жақсы. Байқамсың сен де? Ал енді осы Тұрарға тезірек мінездемені маған нақты мінездемесін кім береді? Қандай бол еді Тұрар? Кішкентай кезінен қандай болып өсті? Оның қандай қасиеттерін оқыдық осы үзіндіден? Қатыспай отырған жаңағы арман айта қойшы. Тұрар қиялшыл, алмашы, жастанша әкесін жақсы көреді. Өмірі қызықсыз болса да күресуге дәрмені жоқ. Сондай мінездерін бердім. Иә? Жақсы отыра ғой. Тамаша. Ал енді осы Тұрар Рысқұловтың өсу жолдарымен кім таныстырып кетеді? Яғни өмірбаян десек те болады, өсу жолдары. Өсу жолдары. Қандай қызметтерді істеді, қандай жерлерді оқыды, қашан қайтыс болды, қашан дүниеге келді деген сияқты. Құндыз? Тұрар Рысқұлов өмірінің өсу жолдары. 1894 жылы Алматы облысының Талғар ауданындағы Бесағашта дүниеге келген. 1907-1913 жылы Меркедегі туыстарына барады. Орыс қазақ мектебін оқып үздік бітіреді. 1910-1914 жылдары Бішкектегі бірінші дәрежелі ауыл шаруашылық мектебін тәмамдады.
15 жылы Ташкенттегі мұғалімдер институтына түседі. 1916 жылы ұлт азаттық көтерілісі басталады, оған қатысады. 1918 жылы 21 жаста Түркістан Республикасында аштықпен күрес жайлы орталық комиссиясының төрағасы болады. 1924 жылы Монғолияға өкіл етіп жібереді. 1932-33 жылдары қазақ халқының жер бетінен жойылып кетпеу үшін бері болып күреседі. 1943 жыл қайтыс болды. Тамаша, оқығаны көрініп тұр. Ал енді осы Тұрар Рысқұловтың есімі бізге қашан жетеді? Және ол бар өмірінде қандай іске арнап бар өмір осы? Қазақ халқы үшін істеген бәріміз білеміз, қандай істер жасап бар өмірінде. Айта ғой. Білмейсің бе? Жарайды. Ал. Туған халқының жер бетіне жойылып кетпеуі үшін ел болып саяси өмірге араласты. Халқы үшін адал тұлға болып бүкіл ғұмырын ұлт қамқоры болуға арнады. 37 жылдың құрбаны болған тарихи тұлға, саяси қайраткер Тұрар Рысқұлов есімі еліміздегі демократиялық пен жариялық кезеңіне қайта оралды. Тұрар Рысқұлов жайында мінекей оқығанымыз, білгеніміз, қаншақты 3 сағаттан нені меңгергеніміз мінекей осы сендердің жауаптарыңнан аңғарылып тұр. Жақсы меңгерген тәріздісіңдер. Ал енді сол Тұрар Рысқұловтың осы заманға жетуіне, осы біздің тек қана көркем әдебиеттен ғана оқып қоймай, осы біздің оқулығымызға еніп отыруына қандай үлес қосқан, сонша осы заманның тұрар деп атаймыз ол кісіні. Шерхан Мұртаза жайында кім айтып бере алады маған? Оның өмір жолдары қалай болды Шерхан Мұртазаның? Жалғыздан ол көтеріп отыр. Жарайды, жақсы. Шерхан Мұртаза 1932 жылы Жамбыл облысының Жуалы ауданында туған. Москва мемлекеттік университетін бітірген. Оның әңгіме повестері негізінен ел ішіндегі еңбекті жас адам тағдырын арқау етеді. Табылған теңіз, белгісіз солдаттың баласы, 41-ші келіншек тағы хикаяты оқушы қауымға кеңінен танылған. Жазушының көрнекті мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың өмір жолына арналған Қызыл жебе атты романдар циклі бар. Жазушылықпен қоса бұл кісі мемлекеттік қайраткерді мемлекеттік қызметке қатар алып жүрген. Кейіннен Абдайғұтов зейнеткерлікке шықты. Біз ол кісіні жазушы қоғам қайраткері деп Не танимыз? Жақсы ортақ, күн ортақ, ай ортақ деген мақал осыған шықса керек. Жарайды балалар, бүгінгі дайындықтарың жақсы екен. Енді сендерге бірақ оқымаған сендермен осы жерде тағы осы уақытты пайдаланып отырып, сендерге және бір тың мәлімет бере кеткім келіп отыр. Осы Шерхан Мұртаза жайында. Шерхан Мұртазаның жаңа өзіміз айтып жатырмыз, Сталинге хат, және қандай шығармалар дедім? Жұлдызды көпір. Жұлдызды көпір шығармаларын білдік деп, ол кезде сабақта сендерді таныстырып кеттім. Бірақ сендермен тағы таныстырмаған, бірақ өздерің танысып кеткенсіңдер, білмеймін. Енді сол тың мәліметтерді сендерге айтып көрейін. Оқығандарың бар болса, өздерің іштеріңнен ойлана жатарсыңдар. Шерхан Мұртазаның бұдан біз оқығаннан басқа Мылтықсыз майдан және интернат наны әңгімесі бар. Интернат наны 5-ші кластың оқуында бар ғой. Интернат наны әңгімесі Қара маржан романы, Ай мен Айша шығармасы секілді шығармалары бар екен. Өзіміз айтып өтіп жатқан Қызыл жебе романының өзі, балалар білесіңдер ме? Бұл бір-ақ роман емес, өзіміз деп отырғанымыз, оның өзі 5 томдық кітап екен. 5 томдық кітап Қызыл жебе романының өзі. Ол сонымен қатар КАЗУ-дың, яғни журфагын бітірген, яғни журналистика факультетін бітірген. Соны бітіргеннен бастап, ол еңбекші қазақ қазіргі Егемен Қазақстанда бас редактор болды. Яғни Тұрардың өзі бұрын еңбекші қазақ газетінде істеген, жұмыс атқарған екен. Соның өзін жалғастыру мақсатында Тұрарға ол кісі, былайша айтқанда, пір тұтқан Тұрар ол кісі. Сол кісі еліктеп, сол кісі сияқты бұл кісі кеп жастайынан солай еңбек еткен екен. Және ол кісінің Жас Алаш газетінде істеген бізге анық, Жалын баспасында істепті. Одан кейін Жұлдыз журналында, Қазақ әдебиеті газетінде қызмет істеді. Осы 24 ақпан күні хабар арнасында сендер хабарды көре білмейсіңдер, осы сондай хабар көріп бірақ білуге тиіс. Бізбен ағасына деген жақсы хабар бар. Хабар арнасында сол бағдарламасынан көптеген тың мәліметтер, яғни
екендігін сол жерден ашық айтылды. Яғни сіздердің сондай телеарналардан осы сұрайтын. Жақсы, бұл тақырыпты дерлік бәрі түсінген екенсіңдер. Қалай болса, бүгінгі сендерге көп рахмет бұл айтқандарың үшін. Енді осындай мәліметпенен тың серпін алып отырған кезде жаңа тақырыпты бастап жіберсем екен деп тұрмын. Бұл жаңа тақырыпқа не келгенін көрсеңіздер. Жаңа тақырыбын сенен кітаптарды ашамыз бәріміз, алдымызға кітап ашып қоямыз. Талап Сұлтанбек адамдарының ғажайып планета деген әңгімесі болмақ бұл тақырыбымыз. Ғажайып планетаға мінекей нелер Ай, Марс, Меркурий, Сатурн, жер шарынан космостың байқоңырымыз бар. Әлемде бірінші орында қазіргі айға, басқа да жерлерге ұшу барысында содан спутниктік біз хабар аламыз соның арқасында. Мінекей мынаяқта жүгіретте тұр, жақсы сол космостың ғарыштық туралы, ғарыштар туралы және тағы да Тоқтар Әубәкіровтің несі тұр, өзінің сұхбаты берген журналда мінекей Тоқтар Әубәкіров қалай ғарышкер болғандығы, 3 жасынан бастап ғарышкер болуға өзінің құмары болғандығын, барлығын өзі осы сұхбатында атап көрсеткен. Мінекей бүгінгі бағдарламамыз, бүгінгі сабағымыз сол Талап Сұлтанбеков адамдарының ғажайып планета әңгімесі болмақ. Бірінші ол әңгімені бастамас бұрын сендерді сол Талап Сұлтанбеков аталарының жайында таныстыра кеткім келіп отыр. Сендерге енді беймәлім бұл жанр фантастика дегеніміз не? Әрине бұл фантастика жанры бұдан бұрын да ешқандай оқулықта қолданбаған, әдебиетке енбеген фантастика жанры алғаш рет еніп отыр фантастика жанры. Бұған ең алғаш қазақ тарихында, қазақ қаламгерлерінің ішінде фантастика жанрына қалам тартқан осы Талап Сұлтанбеков аталары. Ол 1930 жылы Ақсу ауданында мұғалімдер отбасында дүниеге келген кісі екен. Оның талай кітаптары бар, ол кітаптардың біреуін сендерге бүгін алып келіп отырмын. Бұл Дойбыш Ахмат және Тоғызқұмалақ, яғни Талап Сұлтанбеков бұрын спорт тақырыбына көптеп шығармалар жазған екен. Қиял ғажайып бастамас бұрын спорт тақырыбын дойбы дегеніміз не деген кітабы бар. Және дойбы дегенде Дойбыш Ахмат Тоғызқұмалақ, Лұқпан Хакім, Темір еліне саяхат, Жұлдыз атты кітаптары бар екен. Енді бәрін дәптерлеріңді ашып, тақырыпты жазып қойыңдар. Талап Сұлтанбеков ғажайып планета деп. Яғни бұл сабақты бастамас бұрын, түсіндірмес бұрын сендердің бір нәрсені ақтап кеткім келіп отыр, сендердің осы космос жайындағы ұғымдарыңды. Кәлеке, кім біледі осы космостан? Планета дегеніміздің не екен? Планета дегеніміз не? Күнді айнала қозғалатын денелері. Күнді айнала қозғалатын, яғни аспан денелері. Иә, сен отыра ғой. Ал атмосфера дегеніміз не? Кім біледі? Атмосфера дегеніміз ауа қабаты. Ауа қабаты, дұрыс. Орбита дегеніміз не? Орбита дегеніміз аспан денелерінің жүру жолы. Яғни аспан денелерінің бір қалыпта айналу жолы. Ракета дегеніміз не екен? Кім біледі? Ракета. Ракета дегеніміз ұшу аппараты. Ұшу аппараты, дұрыс. Ракетаға яғни ғарышкерлер мінеді. Құйрықты жұлдыз дегеніміз не екен? Құйрықты жұлдыз. Комета. Жұлдыз, дұрыс, комета. Астронавт дегеніміз кім? Астронавт дегеніміз арнайы дайындықтар мен жаттығулардан өтіп космонавттық ұшуға арналған адам, ұшуға дайындалған адам. Ұшуға дайындалған адам яғни. Телескопчы. Телескоп кімде? Аспан шырақтарын бақылайтын аспап. Жарайды. Парашют дегеніміз. Парашют белгілі бір жылдамдықпен баяулап төмен түсуге адамға апарады. Жарайды. Дұрыс. Өзің телевизордан көріп, өздерінің қолымен ұстап көрмесеңдер де телевизордан қазір көріп отырғандарың анық. Ал астроном дегеніміз кім екен? Астроном.
Астроном ешқайсымыз білеміз бе? Иә? Астан әлемнің жетекшісі астроном. Астроном жақсы. Астрономия дегеніміз. Yani astronomия зерттеуші астроном болғанда астрономия деген ағаны өзі-ақ туындап тұр ғой, астрономия. Аспан әлемін зерттейтін астроном. Аспан әлемдерін зерттейтін ғылым кәдімгі әдебиет сияқты сабақ болды, иә? Оқулыққа мектеп бағдарламасында бар. Галактика дегеніміз сұрағым. Иә? Ғаламшар жағында көк планетасы енетін аумақты жұлдыздық жүйені галактика дейміз. Өте жақсы галактика дейміз. Ал енді бұл Талап Сұлтанбеков ағаларының ғажайып планета әңгімесін сендерге түсіндіріп өтейін. Ғажайып планета әңгімесі негізінен Байқоңыр 12 деген ғарыш кемесінде болған экипаж мүшелері жайында болады. Олардың бастан кешкен оқиғалары, яғни олардың кейіпкерлері, сол командирі ракетаның Оразов деген механик бар, Осипов деген, Тұранов деген биолог бар, және кеме дәрігері болатын. Кім еді? Мәриям. Менің жақсы білмесін, Мәриям Темірболатова жақсы. Ал жасанды адам кім еді? Физиомеханикалық адам, яғни оның аты кибер. Кибер деп аталады. Яғни осы 5 кибермен қосқанда 5 кейіпкер жайында баяндалады. Олар яғни бір белгісіз ғарыштық әлемде сары ғаламшар деп аталатын белгісіз әлемде тұтқында қалады біраз уақыт. Сол жайында баяндалады. Барлығы дағдарысқа ұшыраған кезде сол кибер барлығы дағдарысқа ұшырап, яғни ғаламшардың салмақсыздық жүйесінен барлығы қатты соққы алып ұйқыға кеткен кезде сол кибер автоматты түрде ракетаны, яғни 2 күн деген, ол жерде енді фантастика ғой, 2 күн деген ғаламшар болады, 17 ғаламшардан тұрады екен галактика жүйесіндегі. Ол сол 2 күннің ортасында орбита бойынша айналып жүрген бір аспан денесі болады. Яғни осыған қонуға шешім шығарып, ол қонуларында да ұзақ уақыт кедергілер болады. Жанды торпедалар деп аталатын торпедалар келіп ол ракетаны соққылай бастайды. Оған ракетаның әрине сыртқа сауыт қабаты шыдас беріп, кейбір жерлер енді тесіліп те қалады. Сол жайында әңгіме болады. Және сол сары ғаламшардың барып қонған кезде бір айтады, боран болып, дауыл болып тұрғандай болады барған кезде. Барып қонады сол сары ғаламшарға. Бірақ барып қонып, бірақ шығып тексеруден бәрі ешқайсысы бата алмайды. Сонда кибер ғана батады. Қалжыңдап, біз осы сыртқа шығып келсек, қайда Мәриям екеуміз сол зерттеп, сол ғаламшардың жәндіктерін, яғни адам бар ма ол жерде, басқа да қандай планетаның тірі организмдері бар екен, сол зерттеп қайтеді деп, сол кімге Оразовқа сауал тастайды. Яғни Оразов кеме командирі болады. Сол Оразовқа сауал тастағанда Оразов бірден келісе қоймайды әрине, бірақ амалсыздан келіседі. Енді қайтсек те сыртқа шығып, осы планетаның жағдайымен танысуымыз керек деп. Содан автомашинаға отырып ағына дайындалған Мәриям мен кибер екеуі жолға шығады. Олар жолай неше түрлі қызықты нәрселерге кездеседі. Ол жерде өсімдік атаулы болмайды. Өсімдік болғанда ол ауада ғана қалықтап жүретін өсімдіктер деген өсімдіктер екен. Ал өсімдіктердің негізі түр сұлбасы көрінбейді. Күн нұрымен шағылысқан кезде екі жақтағы күн, 2 күн болады ол жерде. Екі жақтағы күн бір-біріне шуақ шашқан кезде өсімдіктер, яғни өсімдіктердің нұрланып, қызылды жасылды түске боянып, кәдімгі өзіміздің аспанда күнде көріп жүрген жаңбыр жауған кезде кемпір қосақ секілді өсімдіктер солай болып көрінеді екен деп баяндайды. Және ол жердің табиғаты да аса бөлектеу екен. Ағаштар сияқты болғанмен бір жыланша ирелеңдеген айдаһар сияқты ағаштар болады, түрінің өзі қорқынышты, оны кейбір қалжыңдап адам жегіш ағаштар деп атап кетеді. Енді адам жегіш болғанда көзде жеткен нәрсесі, олар Мәриям екеуі машинамен келе жатқан кезде ағаштар қозғалып, тербеліп, сарпылдап бір бөлек дыбыс шығарып тұрады. Сол кезде ойлайды, енді бұл ағаштардың жаны бар екен, бұлар қалай қозғалып тұр, жел соқпаса деп. Кәдімгідей сол сартылдаған кезде бұлтсыз күнге найзағайдай болып чатырлап кетеді дейді. Ал алыстан бір торпедалар келіп соқтығысқан кезде ию-қию болып торпедалар келіп алыстан. Сол торпедалар соқтығысқан кезде ағаштар кәдімгідей жаны бар тәрізді оларды іліп алып, ауыз сияқты бір қуысқа тықпалай бастайды дейді. Соны көрген олар, яғни 40-50-60 шақырым қашықтан көріп тұрады да,
сасқандарынан қайтадан қайтуға мәжбүр болады. Ал жіберген кезде бұрғыны, яғни машинадан шығарып, бұрғыны жердің астына жіберген кезде жердің астынан бір жасыл сұйықтық бөлінеді. Яғни ол дегеніміз сол жердегі микроорганизмдердің бір бөлігі деп түсінеді олар. Жолда келе жатып әртүрлі балықтарды көреді, өзендерден. Бір қарақошқыл өзені болады, бірақ бір тірі организм, бір қан сияқты болып көрінеді оларға. Соның ішінде қарақошқыл жәндіктерден көп, балықтар неше түрлі, бірақ біреуінің бір тұрақты формасы жоқ. Бәрі 4 бұрышты, 3 бұрышты, немесе ұзын иректелген сондай балықтар болады. Оларды ұстап алып та көреді. Бірақ ұстап алғанмен олар кәдімгі түйрендерше қашып, яғни олар ауа қармап жатып алмайды. Домалап барлығы жүгіріп қашып келеді. Қолға түскендер бар. Яғни солай қызықты әңгіме, сендерге оқысаңдар өзі қарғай тартымды. Бірден іліп әкеледі ойларыңда. Солай қайтып келе жатқан кезде, яғни бір жүректің дыбысы сияқты дүңкілдеген дыбыс естиді. Бұл қандай дыбыс деп бәрі аң-таң болып қалады. Сол планетаның жүрегі деп ойлайды олар. Басында Марияман жүрек деп ойламайды, құлағыма өзімнің жүрегім қатты естіліп тұр соққандығы деп ойлайды. Бірақ ол жүрек сол планетаның жүрегі болып саналады. Дәл сол жүрек соққан кезде бір қызығы сол планетада барлық тіршілік тоқтап, барлығы ұйқыға кетеді екен. Сол кезде Байқоңыр 12 ғарыш кемесінде отырған экипаж түгелімен ұйқыға кете жаздап, бірақ сол жерден сол ракетаны басқарып ұшып шығудың арқасында ол ұйқыдан аман қалады. Ал сол ғарыш кемесінде жүрген кезде анабиоздық ұйқы дейді. Яғни 3 айлық ұйқыға кетеді. Әйтпесе 3 айлық ұйқыда ғарышкерлер ұйықтап алмаса, олар нешеме ғасыр бойы жүреді. Олардың организмдері шыдас бермеуі мүмкін ол. 3 айға дейін анабиоздық ұйқымен ұйықтап алады екен. Негізі тақырыптың мазмұны осылай, сол сары ғаламшарда болған оқиғалар жайында баяндалады. Одан құтылып шыққан кезде сол кеменің командирі Тұранов айтады, Ахмет Тұранов дейді. Сонда жаңағы Осипов сұрайды, бұл сонда қандай ғаламшар болды деп сұраған кезде Тұранов айтады, бұл жануар ғаламшар болып шықты дейді. Сонда барлығы басында жануар деп ойламай отырған ешкім дереу сасып қалып, бірақ ол жерден Байқоңыр 12 оталып ұшып кеткендіктен барлық қорқыныш пен үрейдің артта қалғандығы бәрін тыныштандырып, қайтадан өз орындарына келтіреді. Мінекей мазмұны осы, сендерге қысқаша түсіндіретін. Әрі қарай өздерің енді толықтырып оқи жатасыңдар, бірақ бұның өзі ғажайып планетаның сендерге беріліп отырған тұтқын бала сияқты, бұның өз жүзінде. Әйтпесе бұдан ары қарай тағы көріп тұрсыңдар, кітаптарыңда ары қарай көп нүкте бар. Бұның өз жүзінде ары қарай жалғасады. Егер қызығып оқығыларың келсе, тауып оқыңдар осы кітапты. Бүгінгі өтетін сабағымыздың негізі жалпы мағынасының бәрі осы. Ал сендер өздеріңнің ізденген жұмыстарың бар ма? Ізденіп осы, немесе үй тапсырмасына қатысты ізденіп, өздерің жазып келген, немесе жаңа сабаққа қатысты осындай ғажайып планета деген сабақ өтеді екенбіз ғой. Осыған байланысты күндер жайлы, әртүрлі аспан денелері жайында жазып келеміз бе кезде құштарланып барлығын. Солай ойланып қалып едіңдер. Естай, ендесің сен? Мен үйден өзгер туралы жаздым, және жұмбақ мақал мәтіндер, содан кейін болжамдар туралы жаздым. Жарайды, жұмбағыңды оқып жүрші. Сеп ұйықтасын. Жұмбақ. Оғызым көкке кезеп тұр, ғарышты көрер көдеп тұр. Қайт оқшы. Оғызым көкке кезеп тұр, ғарышты көрер көдеп тұр. Ғарышты көрер көзіп тұр дейді. Оғызым көкке кезеп тұр дейді. Ол не болды екен? Ракета? Жоқ. Телескоп? Телескоп ба? Иә. Жақсы, сене бар ма? Енді 7 қат жерді атады. О, иә. Жоқ, өзің атап көрші 7 қат. Тұңғиық, жылан, су, қос балық, қаратас, көкөгіз және жер. 7 қат дегеніміз, 7 қат көк осы ма екен? Иә, 7 қат жер. 7 қат жер, иә? Иә. Және басқа дайындап келген отырған бар ма? Жарайды, сырмайды қойшы. Енді жұмбақ өтірік өлең, сосын жағып қойшы. Өте жақсы. Ал жұмбағыңнан бастайық. Аспандағы алып топ, жарқырайды жарық топ. Күн, жұлдыз. Аманның бірінші қойды мен ойша. Өтірік өлең. Өтірік өлең оқышы.
Айды турап жүз бөліп ілдім маса шыршаға. Таба алмай іздедік көп болар ма мұшама. Жаңып тұрсық деймі? Жатқа айта алмайсың ба жаңып тұрсың? А? Жатқа айта алмайсың ба? Жарайды уақыт бар. Шағай ағай жарат ағайға келгенің жайма десе жамат ағай шағай ағайға алу жаңа айма деп. Я бала сенен дәлетім. Зу етіп жоқ болған, соңында от қалған. Ракета. Тағы? Жетіқат көктата. Жетіқат көктата. Жаңағы кімдігі жер болды, жетіқат жер. Сенікі жетіқат көктайын екенсің, бе? Білесің бе бала жетіқат көкті? Кім біледі? Ай, күн, шолпан, Меркурий, Марс, Сатурн, Юпитер. Мақал. Ақылды бала, қыстық, жағын қыстық. Мақалың жақсы екен. Жауабын жақсы. Ал енді, сен енді кімдің? Жұмақ түсінсіз, одан мақал мәтел болжам көші. Жұмақ түнде жылдыз кетеді, күндіз үркіп кетеді. Күндіз үркіп кетеді. Жұлдыз. Яғни осы тақырыпқа дайын екен бе? Күндіздер айды қолымен көрсетсе, бес жаратылыс. Бес жаратылыс дегеніміз не? Бізге қызық. Алып қойшы. Ал, Бізге қызық басқа балалар біле ма? Қайсың білесің? ағай, Армат, білесің бе? астан. Ағай. Жоқ, өзің оқып қойшы. Күн, ай, түн, жұлдыз, күндіз. Мақал. Сүмбіле туса күн суыр, таразы туса таң суыр. Болжам. Қызара батқан күн желдің. Ашық сары болып батқан күн жаңбырдың деп. Одан мен бала тұрар мен тұрар рысқұл екеуінің айырмасы және ұқсастығы одан баян. Біз осы тақырыпқа жет қарастырып анау тұрар рысқұл Тұрар Рысқұловтың, бала тұрар мен тұрар Рысқұловтың екеуінің айырмашылықтары менен ұқсастықтарын мінекей қандай қызмет атқарғандарына дейін мінекей, яғни Вен диаграммасы дейді. Вен диаграммасымен Вен диаграммасы арқылы жасап келіпті мінекей. Қандай тамаша. Өзіден басқа жаңа көбірек жауап бермей тұрсыз, мінекей өзі кәдімгідей ізденіп келген екен. Жарайды, жақсы. Ал маған осы тұста 9 ғаламшарды кім атап бере алады? Қандай аспан денелері бар, біз білетін қазіргі аспан денелері. күн, жұлдыз, күн, ай, жер, Плутон, Нептун, Сатурн, Марс, Юпитер, Плутон, Уран. Сонда күнге ең жақын орналасқан планета қайсысы? Күнге ең жақын орналасқан. Күнге ең жақын. Шолпан. Меркурий. Күнге ең жақын орналасқан. Оны біз қызыл ғаламшар деп атаймыз. Қазақ тілінде. Қызыл ғаламшар. Яғни қып-қызыл, температурасы соншалық көтеріңкі. Не армаш? Жоқ, жауабым. Қызыл ғаламшар деп қандай ғаламшар дейміз? Марс. Яғни біздің сабағымызда мінекей сендерге және бір қызықты материал дайындап келдім. Сендер өздерің ауылым көктөбенің бөктерінде деген кино көргендерің бар ма? Балаларға арналған кино. Ауылым көктөбенің бөктерінде. Көрмепсіңдер, қандай өкінішті. Деген қызық кино. Көру керек қой ондай киноны. Міне сол кинода кейіпкер Санжар деген баланың
алдында, киноға түсер алдындағы сендегі осы сабаққа деке лайықты екен. Сұхбат алыпты режиссер. Сонда былай деп жауап берген екен сол режиссерға. Санжар, сен күштісің бе деген сұраққа. Жалпы мен еш нәрседен қорықпаймын. Бір рет асабатқа да міндім, алып қашып кете жаздады, бірақ қорыққаным жоқ деп жауап берді. Және қалай ойлайсың, адамға күш пен батылдық неге қажет десе, құстар мен қыздарды қорғау үшін. Мен бір рет үлкен баланың қолындағы ребятканы тартып алып сындырып тастаған, бірақ ол торғайды атып үлгеріпті дейді. Ал артист болғың келе ме деген сұраққа, жоқ, космонавт болғым келеді деп жауап берді. Неге деген сұраққа, басқа планеталарда тұратын адамдарды көргім келеді. Олар деп бар деп ойлайсың ба? Әрине деп жауап береді. Мінекей, кішкентай баланың осындай тапқыр жауаптарына қалай сүйсінбейсің. Тоқтар Әубәкіровтің өзі 3 жасынан бастап ғарышкер болуға әуестенген екен. Яғни ол 3 жасында бір топ баламен қалада ойнап жүрген кезде бір самолет келіп қонып, яғни ол кезде кукурузник дейді, қос қанатты самолеттер келіп қонып, сол ауылға, ұшқышы ауылға шай ішуге келіп, сонда шай ішіп шыққанша балаларға күзете тұрыңдар деп, балалар сонда ешкімді сол самолеттің жанына жолатпай күзетіп тұрып, сол самолетке қарау арқылы оның бойына ұшқыш болсам деген арман енген екен. Тоқтар Әубәкіров өзінің өмірбаянында мінекей солай деп жазады. Ал балалар, енді сендерге мен бір қызық, бір жағы қызығырақ, бір жұмбақ жасырайын. Бір жұмбақ жасып жіберейін. Қандай жолмен адам жүрмейді? Өмірде қандай жолмен адам жүрмейді? Аспан жолы? Аспан жолмен, және не деп айтамыз сол жол? Мінекей, біздің сабағымызға бәрі қатысқандарыңа рахмет. Сабақты қорытындылай келе, ұлы Циолковский деген ғалымның сөзімен аяқтағым келіп отыр. Сөзімді Циолковский өзінің Калуга қаласында ескерткішіне былай деп ой жазған екен. Адам баласы мәңгі бақи жер бетінде ғана қалып қоймайды деген екен. Ал қазақта да сөз бар, айдан сыбаға, күннен ырыс күт деген. Ендеше арасымыз бен құтымыз мол болсын, айларың оңнан, жұлдыздарың солынан туларыңа тілектеспін. Үйге осы тілек арқылы үйге тапсырманы жазып алайық. Ашық қалыңыз. Үйге тапсырма. Осы ғажайып планета әңгімесін жақсылап оқисыңдар. Сонымен кейін бөлімшелерге бөліп, әр бөлімге өздеріңше, өз ойларыңша ат қойып келесіңдер, тақырып қойып. Және бір фантастикалық шығарма оқып келесіңдер. Әр қайсың бір шығармадан. Күндікке жазып алып па? Жазып алсақ, бүгінгі сабағымыз осымен қорытындыланды дей отырып, сабақты аман дайындап келейіксің бе? Оқиған. Өлім, алысқа ғарышқа, бет түзеймін алысқа, бағытымнан аумаймын, шексіз ғарышқа, корабльмен заулаймын, қорықпаймын қиыннан, бойлап ғарыш сырына, көз жіберем қиырдан, туған өлке қырына, сырын ашып ғаламның, туған елдің бағына, құшағына даламның, ораламын тағыда, жұмбақ, ағаш басында алтын алқа. Ал балалар, бүгін осымен сабағымыз аяқталды.